Сәлем достар, бүгін өткізгіш жолдарды түсіндіретін боламын. Алдымен сұрзат пен ағзаттың не екенін есімізге түсіріп алайық. Сұрзат дегеніміз нейрондардан түзіледі, ал ағзат дегеніміз нейрондардың өсінділерінен тұрады. Олар дендриттер және аксондар. Аталған өсінділер ми мен жұлынның өткізгіш жолдарын түзеді. Біз білеміз, мидың сыртында сұрзаты болады да, ішінде ағзаты болады, ал жұлында наоборот, яғни оның ішінде сұрзаты, ал сыртында ағзаты орналасады. Өткізгіш жолдар үш топқа бөлінеді. Бірінші ассоциативті, ол ми сыңарының бір жаршарындағы әртүрлі функциялық орталықтарды байланыстыратын өткізгіш жолдар болып табылады. Ал комиссуральды дегеніміз бірдей функциялық орталықтарды екі жаршарда байланыстыратын өткізгіш жолдар болып табылады. Келесі проекционды өткізгіш жолдар, олар мидың қыртыстық, қыртысастық бөлімдерін жұлын сегменттерімен байланыстырады, немесе мидың қыртыстық бөлімдерін қыртысастылық бөлімдерімен байланыстырады екен. Проекционды өткізгіш жолдар өрлемелі және төмендемелі болып бөлінеді. Өрлемелі дегеніміз, яғни шеткер ағзалардан ақпаратты қабылдап, жоғары қарай миға көтерілетін болғандықтан олар өрлемелі деп аталады да. Төмендемелі дегеніміз, мидан команда беріледі, солай олар шеткер ағзаларға қарай баратын өткізгіш жолдар болғандықтан төмендемелі деп аталады. Өрлемелі өткізгіш жолдар үшке бөлінеді. Бірінші экстрацептивті, ол тері мен шырышты қабықтарда орналасқан экстра рецепторлар арқылы ақпарат қабылданады, мысалы жанасу, қысым, терінің температурасы деген сияқты, солар жоғары қарай көтеріледі, олар экстрацептивті жолдар. Екінші өрлемелі жол, ол проприоцептивті жол, яғни буындар мен бұлшықеттерде проприорецепторлар орналасады, яғни бұлшықеттің тонусы деген сияқты ақпараттар қабылданып, миға қарай барады. Үшінші жол интрацептивті, ол ішкі органдардағы рецепторлардан ақпарат қабылданады екен. Келесі төмендемелі қозғалтқыш жолдар, олар екіге бөлінеді. Пирамидалық ми қыртысынан басталады. Бұл пирамидалық жолдар арқылы адам санаға бағынатын іс-әрекеттерді жүзеге асырады. Мысалы, қолды қимылдатамын, немесе мына жаққа барамын, суды алып келемін деген сияқты іс-әрекеттердің барлығын біз өзіміз шешім қабылдау арқылы жасаймыз. Ал экстрапирамидалық жолдар қыртысасты құрылымдардан бастау алады екен, солай олар төменге қарай ақпаратты, яғни команда береді, бұлшықеттерді қозғалту үшін деген сияқты. Бірақ біз экстрапирамидалық өткізгіш жолдар санаға бағынбайды, яғни адамның еркінен тыс, мысалы, машина сигнал берсе, біз жалт қарау деген сияқты іс-әрекеттерге адам шешім қабылдамайды. Сондықтан бұл экстрапирамидалық жолдар санаға бағынбайтын жолдар болып табылады екен. Енді проекционды жолдардың ішіндегі өрлемелі жолдардың біріншісі экстрацептивті жолдарға тоқталайық. Оның өзінің екі түрлі жолы бар. Біріншісі жұлын таламустық латеральды жол, трактус спиноталамикус латералис, және жұлын таламустық алдыңғы жол, трактус спиноталамикус антериор. Бірінші жол жұлын таламустық латеральды жолды бастайық. Бұл жерде экстра рецепторлар, яғни тері мен шырышты қабатта орналасады дедім. Именно осы рецепторлардың суретін салатын болсақ, мысалы мынаны тері деп алайық, сыртында экстра рецепторлар орналасқан. Именно ауырсыну және температура сезімталдығын өткізетін бұл рецепторлар дендритке жалғасады. Осылай дендрит жұлынның артынан кіреді, яғни жұлынның түйініне кіреді. Осы бізде жұлын түйіні, осы жерге кірген дендрит бірінші нейронға тоқтайды. Осы бірінші нейроннан ары қарай ол шығады да жұлынға қарай кіреді. Артқы жіпшесі бар, жұлынның бүйір жіпшесі және жұлынның алдыңғы жіпшелері бар. Осылай бірінші нейроннан шыққан аксон жұлынның артқы түбіршегі арқылы кіреді, ағзаттан, одан кейін сұрзаттан өтіп, екінші нейронға тоқтайды. Бұл екінші нейрон аралық нейрон деп аталады. Осы нейроннан тағы да аксон шығады, яғни ең алдымен рецептор болды, рецептордан кейін ол бірінші нейронға тоқтады, дендрит арқылы кіріп, одан кейін бірінші нейроннан аксон шығып аралық нейронға, аралық нейроннан тағы да аксон шығады. Осылай бүйір жіпше арқылы жоғары қарай көтеріледі. Солай бірінші мына сопақша ми, сопақша мидан кейін көпір арқылы жоғары көтеріледі, көпірден кейін ортаңғы ми арқылы көтеріледі, солай таламусқа келеді. Осы таламуста дорсолатеральды ядролар орналасқан. Жалпы ядро дегеніміз ол нейронның жиынтығынан түзілген екен. Осы жерде үшінші нейрон орналасады. Үшінші нейроннан кейін ол ішкі капсуланың артқы аяқшасы арқылы бізде мидың қыртысына қарай барады. Мидың қыртысы дегенде ол постцентральды қыртысқа немесе постцентральды қатпарда тоқтайды екен. Постцентральды қатпар дегеніміз жалпы соңғы мидың құрылысын айтып өтейік. Бұл жерде бізде жүлге орналасқан, яғни орталық жүлге. Осы орталық жүлгенің артындағы қатпарды, міне,
мынау артындағы қатпар, бұны біз постцентральды қатпар деп атаймыз да, ал алдыңғы қатпарды прецентральды қатпар деп атаймыз. Осы көкпен көрсетілген постцентральды қатпар, яғни сезімталдық жаңағыдай жолдар осы жерде аяқталады. Яғни бұл бізде постцентральды қатпарда аяқталып отыр екен. Енді келесі жол жолын таламустық алдыңғы жол трактус спина талямикус антериор. Бұл дегеніміз миға жанасу және қысым сезімталдығын өткізеді. Яғни мына рецепторлар экстра рецепторлар. Енді жанасу мен қысым сезетін рецепторлар арқылы дендритке жалғасып, дәл осындай жолмен өтеді, сопақшамый көпір деген сияқты. Бірақ бұл екінші жолдың ерекшелігі, жаңа бізде алдыңғы жолын таламустық латеральды жол бүйір жіпше арқылы көтерілетін болса, бұл алдыңғы жол жолын таламустық, ол бізде алдыңғы жіпше арқылы ғана көтеріледі. Оның екеуінің разницасы осыда ғана екен. Яғни оның тоқтайтын жерде дәл мынау постцентральды қатпар болып табылады екен, көкпен көрсетілген. Келесі жолдарға тоқталайық, яғни проекционды жолдар бізде өрлемелі, төмендемелі. Мен өрлемелінің ішіндегі экстрацептивті жолдарға тоқталдым. Келесі жол проприоцептивті жолдар. Оның өзі үш түрлі жол бар екен. Бірінші жол трактус бульба талямикус деп аталады, гол және бурдах жолдары. Енді бұл жерде екі түрлі будан айтып өту керек. Мынау бізде жолының құрылысы, осы жерде артқы аралық жүлге бар. Осы артқы аралық жүлге арқылы жіңішке буда, яғни бірмен көрсетілген және екімен көрсетілген сына тәрізді будаға бөлінеді. Бұл дегеніміз фасцикулус куниатус және фасцикулус грацилис. Енді жаңағыдай проприоцептивті жолдың ішіндегі гол және бурдах жолының қалай басталатынына тоқталайық. Ең алдымен бұл дегеніміз бұлшықеттен немесе буыннан келген осындай проприорецепторлар орналасады. Мысалы, мынаны бұлшықет деп алайық. Мына екеуі бізде рецепторлар, проприорецепторлар. Осы рецепторлардан бізде дендрит кіреді тоже. Дендрит кіреді, мынау бізде жұлын түйініне бірінші нейронға тоқтайды. Осы бірінші нейроннан енді аксондар шығады. Аксондар тоже осылай жұлынның артқы бөлімінен арқылы кірді. Мынау бізде екі буда, міне жіңішке буда мынаусы, одан кейін мынау сына тәрізді буда. Бірақ бұл жол бізде жұлынның сұрзатына кірмейді екен. Яғни жұлынның ағзаты арқылы уже жоғары қарай көтеріліп кетті. Бұл бізде көтеріліп жатқан аксондар, міне бірінші нейроннан шыққан аксондар. Ал бірінші нейронға келген ол бізде дендриттер. Ал дендриттің ұшында буын мен бұлшықеттерде орналасқан проприорецепторлар екен. Осылай аксондар жоғары қарай көтеріледі де, мынау бізде сопақша ми, яғни бірінші барған жер ол бізде сопақша ми. Сопақша мида дәл солай аталатын, мысалы, мынау будалар болды ғой. Буда дегеніміз ол жаңағы аксондар ғой. Сол жерде сопақша мида төмпешіктер орналасады. Ол туберкули грацили, туберкули куниати деген. Яғни сына тәрізді буда емес, енді сына тәрізді төмпешік пен жіңішке төмпешік. Осы төмпешіктердің ішінде ядролар орналасқан, ал ядроларда екінші нейрондар орналасқан ғой. Осы екінші нейрондардан енді жаңағыдай аксондар шыға бастайды. Осылай ішке қарай жіпше болады. Ішке қарай өтетін және сыртқа қарай болатын доға тәрізді жіпшелер болады. Бұл сыртқа қарай өтетін жіпшелер жаңағы екінші нейроннан, яғни төмпешіктің ішінде ядро дедім, ядроның ішінде екінші нейрон, сол жерден жіпшелер шықты. Бірінші сыртқа қарай шығатын жіпше ол сыртқы доға тәрізді алдыңғы және сыртқы доға тәрізді артқы жіпшелер, міне мынау. Осы жіпшелер барады да, бұлар мыйшыққа қарай кетеді, ал мынау ішке қарай кеткені и жоғары қарай көтерілгені, олар ары қарай көпірге барады. Осылай көпірден жоғары қарай көтеріледі, міне мынау ортаңғы мидан кейін келесі таламус. Таламуста тоже үшінші нейронға тоқтайды. Үшінші нейроннан аксондар шығады да, бұлар тағы да сол постцентральды қатпарға қарай тоқтайды екен. Міне, постцентральды қатпар, яғни бұл сезімтал аймақ дедім, көкпен көрсетілген. Ал мынау қызылмен қозғалтқыш аймақ. Келесі жол ол жұлын мыйшықтық артқы жол, яғни бұл дегеніміз проприоцептивті жолға жататын келесі жол екен. Трактус спина церебелярис постериор. Флексик жолы деп аталады. Яғни тоже бұл бұлшықетте міне проприорецепторлар орналасады. Одан кейін осылай дендрит. Дендриттен кейін жұлын түйіні бар бізде. Жұлын түйіні арқылы бұл жерде бірінші нейрон. Яғни осыдан кейін бірінші нейроннан кейін аксон шығады да, былай жұлынға кіреді. Жұлынның ағзатынан сұрзатынан өтеді. Сұрзатынан өткеннен кейін бізде сұрзатта екінші нейрон орналасады. Бұл екінші нейрон бар ғой, ол бізде Кларк ядросы деп аталады. Осы жерде екінші нейрон осы Кларк ядросының ішінде орналасқан екен. Осы жерден аксон шығады да, бізде бүйір жіпше, жаңа құрылысын айтып өттім жұлынның. Осы бүйір жіпше арқылы жоғары қарай көтеріледі. Жоғары қарай көтеріліп, осы жерде сопақша ми арқылы өтеді. Мынау сопақша ми арқылы өткеннен кейін, бізде мыйшықтың
мыйшықтың құртшасында, яғни мыйшықтың ортасында бізде мыйшық құртшасы бар. Сол жерде аксон орналасады. Осы жерден ары қарай екіге қарай бөлінеді. Яғни мыйшықтың біреуі міне мынаусы қыртысына, яғни қыртысында тоқтайды, ал екіншісі ол бізде трактус спина церебелярис постериор болғандықтан пробковидный ядро, яғни мыйшықтың ядросына барады, біреуі мыйшықтың қыртысына тоқтайды екен. Бұл флексик жолы. Келесі жол мыйшықтық алдыңғы жол. Трактус спина церебелярис антериор, автор бойынша говес жол деп те аталады. Дәл солай келеді. Мынау бізде рецептор ары қарай дендритке жалғасады. Жұлын түйінінде бірінші нейрон ары қарай кіреді. Жұлынның сұрзатына келгеннен кейін аксон арқылы Кларк ядросындағы екінші нейрон ары қарай мынау бүйір жіпше арқылы, яғни бұл қарама-қарсы бетке өтеді екен де. Мынау флексик жол өз бетінен осылай шықты ғой, ал мынау говерс жол қарама-қарсы бетке өтті. Солай сопақша ми арқылы өтеді. Сөйтеді да мынау бізде тағы мыйшықтың құртшасы бар ортасында. Сол жерде міне құртша осы жердегі ары қарай екі жолға қарай бөлінеді. Біреуі шар тәрізді ядроға барады, екіншісі тура мыйшықтың қыртысына барады екен. Яғни бұл жұлын мыйшықтық алдыңғы жол болсын, жұлын мыйшықтық артқы жол болсын, олар бізде бұлшықеттің тонусына жауап береді екен. Сонымен осы проприоцептивті жолдар осымен аяқтаймын. Келесі видеода мен өткізгіш жолдардың төмендемелі қозғалтқыш жолдарына, яғни пирамидалық, экстрапирамидалық жолдарына тоқталатын боламын.